Абайлаңыз, балалар, осындай атаумен Екібастұз қаласының полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі жедел алдын алу шарасын өткізуде. Соның барысында кәмелеттік жасқа толмағандардың ісімен айналысушы инспекторлар мектептерге барып, оқушылармен кездесулер ұйымдастырып жүр. Цель является профилактика. Шараның мақсаты жол жүру ережелерін балаларға жеткізу, кәмелеттік жасқа толмағандар арасында жол көліктік оқиғалардың алдын алу. Соның барысында түсіндірмелік жұмыстар жүргіземіз. Құрамында ювеналды топтың кәмелеттік жасқа толмағандар ісімен айналысатын инспекторлары Мирхат Байжанов, Динара Анаева және тағылымдамадан өтуші Санат Таңжарық бар топ бірінші лицей мектебіне келді. Және алдымен 4-ші сыныптың оқушыларымен кездесті. Онда жалпы жол жүру ережесі туралы түсінік берілді. Правила дорожного движения состоят из 25 разделов. Жол жүру ережесі 25 бөлімнен тұрады. Оның алғашқы бөлімі жалпы негіздер деп аталады және ол 8 пункттен құралған. Онда жалпы түсініктер беріліп, жол қозғалысының қатысушыларының құқықтары мен міндеттері жазылған. Бастауыш сынып оқушыларына жол қозғалысына қатысты сұрақтар да қойылды және берілген жауаптарға көңіліміз толды. Нельзя переходить дорогу на красный свет. Переходить строго определенных местах. Кездесулер барысында оқушыларға буклеттер таратылды. Инспекторлар бұдан басқа 7-ші және 11-ші сынып оқушылармен кездесіп, жазбаша сауалнамалар жүргізді. Олардың барлығы жол жүру ережесінің негізгі талаптарын білетініне көзіміз жетті. Соны енді қала жолдарында сақтаса екен дейміз.